Бүгін кешке келем деген сияқты едің ғой. Түнделетіп неге қайттың? Үй жайсыз суық болды. Сосын үйге барып демалайын дедім. Дұрыс болған екен. Онда мені Қарлығаш тәтеңнің үйіне апарып кел. Сен болмасаң жалғыз барайын деп отыр едім. Қарлығаш тәте алматыда ма не? Иә, үлкен ұлының қолында тұрып жатыр екен. Апа, сіз отыра беріңіз, таңғы ас дайын. Апа, көзіңізді жұмыңызшы. Күшті бір нәрсе дайындап қойдым. Ал жұмдым. Сенің күшті бір нәрсеңді білем ғой. Сол баяғы жұмыртқа шығар. Ашыңыз. Керемет. Рахмет ботам. Жайна. Ау. Саған біреу звондап жатыр телефоныңа. Кім ол? Айдын деп тұр. Апа, алмай ақ қойыңыз, қазір звондаймын өзім. Жарайды. Жайна. Ой, не болды еді? Мынау тағы да звондап жатыр телефоныңа. Үйге кіргізбей үн-түнсіз жібере саласың ба, Жайна? Асығы сол, апа. Ескі құсқы кәкір шүкір, миымда шашылып жатыр. Жинауға да уақытым жоқ, тоздырмасын сол мен ақыр. Ескі құсқы кәкір шүкір, миымда шашылып жатыр. Еш жадыны өшірмесең, жазылмайды ау ескі қотыр. Мынау жұмысыңа қажет кітаптар ма? Жоқ, керісінше демалдыратын кітаптар. Әлгі өмір сүруді үйрететін кітаптар ғой. Енді өмір сүру үшін емес, тұлғалық дамуға кеңес береді. Біз осы кітаптарды оқымай-ақ дамыдық, өлген жоқпыз. Апа, адам өмірге өлу үшін емес, өмір сүру үшін келеді. Тұлға болу үшін, даму үшін келеді. Солай де. Осы кітаптарды тыңдаймын де, шешемді емес. Майра Алпысқызы, қызыңыз дайын. Кеттік. Апа, карта бойынша осы жер келіп тұрмыз. Босаған соң айтасыз ғой, алып кетем. Сен кірмейсің бе? Жоқ, жұмыстарым бар. Жұмыстарыңа сосын да барасың. Сені күтіп отыр, ұят болады. Ой, апа, танымайды ғой, несіне күтеді? Сол танысамыз деп күтіп отыр. Кіреміз де шығамыз. Жүр. Апа, білем ғой, сіздің кіремде шығамыз 2 сағат екен. Жүр. Жайна, өзің қалың қалай, жақсы ма? Жақсы. Жұмыс қалай? Үйлердің баға түседі деп, пандемия деген түскен жоқ па? Әзірге ондай тенденция жоқ. Көке, нарықтың заңында баға төмен жүрмейді, тек өседі. Түсінікті. Өзің клиенттерің бар ма? Қазір қыс қой, онша емес. Жаз басталса, үзбей жұмыс жасаймыз. Жұмыс болған жақсы ғой. Жақында менің ардағымда салық комитетіне кіріп алды ғой. Бәрекелді, дұрыс болған. Әне, жасы кіші демеңіз деген осы. Ардақ, жасың нешеде?
24-те. 24-те? Әне, қазіргі жастар басып болады. Менің жайнамда жастайынан еңбек етіп, қазір өз үйі, өз көлігі бар, өзі бастық. О, қазіргі жастардың бәрі жағдайын жасап алмай үйленбейміз дейді Майра. Сен өзің де білесің ғой, кезінде біз қалай үйленіп едік. Бір чемоданмен келдік. Айтпар, бір чемоданмен. Көңілің, жүрегің қалап тұрса болды емес пе? Қосылдық та жүре бердік қой. Асқар, табақты алып келесің ба? Дастарханға келіңдер балалар. Ардақ, Жайнаға қол жуатын жерді көрсет. Ой, рахмет шақырғандарыңа. Айтпа, Майра, келеңіне көп-көп рахмет. Қашан қайтатын бол? Ертең кететін шығар. Апалардың жоспары жаман емес. Әңгімен төркінін түсіндің бе? Бірінші емес қой. Негізі менің қызым бар. Сен еш уайымдама. Мен осы анам үшін жүрмін ғой. Деп күліп. Да? Шынымен де бірінші рет емес екені көрініп тұр. Иә. Бір-бірімізді түсінгенімге қуаныштым. Жаратқан бергеннің берекесін берсін. Осы балалардың тойында кездесіп, қуанышында жүре берек. Рахмет. Мен айтқаным келсін, Майра. Маған салса, Жайнаны бүгін аға алып қалар едім ғой. Солай емес па, Ардақ балам? Сіз айтсаңыз болды ғой, апа. Қыз дайын болса, біз дайын. Әне? Апа, мен тұра берейін, бітіретін шаруаларым бар. Жайна асықпа, қазір өзім апарып тастаймын шай ішіп алғаннан кейін. Асқар, көмектесші маған. Жұмысыңды басқа күнде жасайтын ғой, Жайна қысың ғой. Жоқ, асығып тұрмын. Рахмет. Не болды? Тыныштық па, не болды? Көзіңді аламай қалдың ғой. Ұялмайсың ба сен? Жайна деп үңіліп. Ей, қонақ болмасын күтіп отыр ғой. Ой, бұрмай, күткіш болсаң шешесің күтпейсің. Ақырын сөйлеші. Әдем қыз көрсең сен болды, әукең салбырап қалады. Жазира болды, қойшы. Апарып тастаймын дейді ғой. Ей, апармайын болды, қойшы. Жайна кеттің ба? Иә, Жақсы, жолың болсын. Келіп тұр бізге. Қойшы. Күйеуіңе айттың ба? Жоқ. Сен туғанда бірақ айтайын деп жатсың ба? Қойшы енді, ля, кешірші. Сенен туған ұл да, қыз да бақытты. Соны ойлашы, қайдағы жоқ, ырым-пырымды ойламай. Мен өзім сияқты сорлы қыз болған қаламайм. Өмір бойы стресс, депрессия. Бөпенің алғашқы күндерін стресс қылмаш, сенің ішінде жатып бәрін естіп отыр. Ля, сен әлемдегі ең күшті ана боласың. Мен ең күшті тәте болам. Сенің ішіндегі бөпе әлемдегі ең күшті бөпе болады. Кім болса да. Бол. Жарайды, шай ішейікші, отыр. Сен келеді деп шайымды ішкен жоқ. Отыр. Мама, далаға шығып ойнап қайтайықшы. Жарайды, ойнаймыз деп отыр ағын. Шай ішіп алайық, сосын шығамыз. Болды енді. Айдын туралы айтпай-ақ қойықшы. Сонда кілтті үн-түнсіз алып кеттім, Жұмған аузын ашқан жоқ. Мен оны жақсы жігіт сияқты деп ойлап жүрсем. Ля, осы сенің жігіттердің жақсы жаман екен қайдан білесің? Әлде бәрі саған жақсы болып көрінеді. Абайлаңдар. Енді түр жаман болмаса, ешкімнен қайыр тілемесе, ұрып соқпаса, ішіп шекпесе, одан артық қандай жігіт керек саған? Сонда сеніңше менің басында бір нәрсе дұрыс емес қой, жақсы жігіттермен сөйлесе алмай жүрген. Жайна, қойшы енді. Осы сенің көзіңдегі мұң бар ғой.
жақсы жігіт жолықтырмағынан емес, менің сөзіммен сияқты, иә? Ля жалғыз сен емес. Бәрімен сөйлесіп бастасам болды, мойындарым қисайтып. Бір аянышты көзбен қарайтын сияқты, өзімді бір шынды адам сияқты сезінемін. Қой шын, қайдағы шынды? Бәрі дұрыс. Ойнаңдар. Үй жандарымыз. Абайлаңдар, иә? Кеше түні мен кино көріп, бір Сәлемнің «Шекер» деген бір сериалын көрдім. Қалайсыз? Көрмедім. Сәлеметсің. Мына, кешіріңізші. Мен ол қызыңыздың қоршағын сындырып тастадым. Мына енді Иә, ештеңе емес. айып етпей мынаған қызыңызға жаңа қоршақ алып Жоқ, ақша алмайын, жоқ. Әдейі сындырмаған шығар енді. Әкесі өзі алып береді, ештеңе емес. қатты болмады. Келесі бір кездескенде жаңа қоршақ алып беремін. Болды енді, сіз емес қой сындырған. Көңіліңізге рахмет. Иә, ода тұрған ештеңе жоқ. Кешіріңіздер. Осындай тәп-тәуір жігіттердің бәрі үйленіп кеткен бе? Неге саған біреу жолықпайды, Ля маған тәп-тәуір жігіттер керек емес. Мені сүйетін, мені қалайтын, мен оны қалайтын жігіт керек. Осы Қазақстанда 9 миллион еркек бар екен. Соның ішінен біреу табылмады ма? 9 миллион еркек дейсің бе? Оның 2 миллионы ғана маған жас бойынша келетін шығар. 2 миллионның 1,5 миллионы үйленгенде. 500 мыңның 250 мыңы Алматыда тұрмайтын шығар. Сондықтан маған 250 мың еркекке мүмкіндік бар. Ол 250 мыңның ішінде тағы гейлері бар, иә? Иә. Ай, Жайна. Сондықтан 9 миллион еркекті менсінбей жүрген мен жынды емеспін. Сен жындысың. Сен неге кірмедің, Жайна? Қарлығаш тәте сені күтіп отырды ғой. Шаруаларым жаңа бітті, апа. Қарлығаш тәтеге сәлем айт, иә? Кірмеген үшін ренжімесін, кешірім сұраймын. Жарайды, Жайна. Нөмірін жазып алдым. Өзім хабарласам. Хабарласпасаң салық комитетіне іздеп барамын. Жарайды, сау болыңыздар онда. Аман болыңдар, алтын. Қарлығаш екі ұлына да өте жақсы тәрбие беріпті. Әсіресе мына кенжесі өте пысық. Пысық жігіттердің арасында жігіт сұлтаны болса жеңіп алайын деп тұр ғой. Апа! Бір нәрсе айтайыншы. Не болып қалды? Мен сізді қатты жақсы көремін. Мен де сені жақсы көрем. Жүр тезірек апаршы үйге. Ертерек барып демалайық. Жайна десе жайнасын ғой, жаным сол. Тіл көзім тасқа. Атыңды тауып қойып біз жайнап жүрсін деп ырымдап. Майра Алпыс қызы, бүгін бір тарихи сәт болды ғой. 27-ге келіп, бірінші рет еркелетіп өстідің ба, не болды өзі? Өзің қызды болғанда түсінесің, қызым. Қазір түсінбейсіңдер ғой. Кешірмейсіңдер, мазақтайсыңдар. Бірақ кез келген ата-ана баласын жаман болсын демейді. Сонда қазір мен жаман ба, апа? Жоқ, ботам. Ақылдысың ғой сен. Баланың бәрі сендей болса ғой, шіркін. Бірақ қайтсең де күйеуге тию тиіссің. Қайтсең де деп жатқан жоқпын. Дегенмен жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Қазір жастықпен білінбейді ғой. Жүзіңнен нұр, қолыңнан күш тайғанда жалғыз қалсаң. Өкінішпен өтесің ғой сонда, Жайнама. Кімнің өкінер өкінбес белгісіз, апа. Бай да, кедей де өкінеді.
жалғыз да көп те өкінеді. Бірақ ең қиыны өзің қаламаған өмір сүру. Міне осы нағыз өкініш. Жаным сол, ақылдым сол. Қыз жолы қашанда ауыр жазулы тағдыр. Күндізде, түнде де сені іздедім. Жоқсың сен, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Күнімде таңымдай маған келесің. Күнімде таңымдай маған келесің. Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Аман-аманбыз. Бұл қай бала? Бұл Ақберген әріптесім әрі. Апа, нақты шешім қабылдағанша айтпай тұра тұрайық дегенбіз. Бірақ сіз ауылға күшті көңіл күймен барсын, уайымдамасын деп Ақбергенді осы жерге шақырғам. Бұл қызық болды ғой. Ақберген дедің бе? Иә. Ай, қызым-ай, дәл кетерде таныстырғаның не енді? Апа, уайымдамаңызшы, әлі келесіз, бірге қыдырамыз. Иә, уақыт бар ғой, тағы келесіз. Біз де барамыз. Апа, автобустан қалып қоясыз, жаурап қаласыз, бара береке. Аман болайын алайын. Ақберген сумкаларды аласыз. Ақберген, қолымды сонша қысқаны не? Кешірші, Айна. Өңім түсінбей қалдым ма? Өңінде емес, түсінде емес. Ақберген, сен ренжімеш. Мамам түнімен уайымдағасын, кішкене уақытша алдана тұрсын дедім. Сосын саған жаздым. Мен басқа кімге жазам? Кешірші, сен өте керемет доссың. Өкінішті. Бірақ сенің кәдеңе жарағаныма қатты қуанып тұрмын. Ақберген, мен жұмысқа барам, барасың ба? Көңілім көңілсіз ойға батып